18-ші есеп. Жазыңқы бұрыш 3 еселенген тік бұрыштан x-ке кем. Ал егер жазыңқы бұрышты y есе арттырсақ, онда толық бұрыш шығады. X бөлу y бөлшегінің мәнін градуспен есептеңіз дейді. Градуспен есептеңіз деп тұр, жауаптарынан көрініп тұр, барлығы градуспен берілген, сондықтан жазыңқы бұрыш, міне сурет салынып тұр, жазылып тұрған кітап сияқты. Жазыңқы бұрыштың градустық мәні 180 градус. Осы бұрыш дейді 3 еселенген тік бұрыштан дейді. Тік бұрыш деген не? Тік бұрыш ол жазыңқы бұрыштың жартысы. Немесе оның градустық мәні 90 градус. Мысалы, мынау бізде тік бұрыш болады. Тік бұрыштың суреті градус мәні 90 градус. 3 еселенген тік бұрыштан деген сөз, мынаны 3 еселесеңіз қанша болады? 270 шығады. Енді бізге айтады, жазыңқы бұрыш 3 еселенген тік бұрыштан x-ке кем. Яғни мына екеуінің айырмашылығы 90 градус. Демек, x дегеніміз 90 градус, градустық мәні. Ал егер жазыңқы бұрышты y есе арттырсақ, онда толық бұрыш шығады. Толық бұрыш деген сөз бір айналым, яғни 360 градус. 180-ді қаншаға көбейткенде еселесек деп тұр, y еселесек. Онда 360 шығады. Әрине 2 еселесек. Сондықтан y-тің мәні бізде 2. Демек, x бөлу y бөлшегінің мәнін градуспен есептеңіз десе, 90-ды 2-ге бөлесіз. Яғни жауабы C 45 шығады.